Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Білем, біраз уақытқа жоғалып кеттім, бірақ оның өзіндік себептері болды. Қазір білесіздер, өте қиын кез, осы ауру жүріп жатыр, індет. Ауырып жатқан жоқсыздар ма? Ауырып жатқандар болса, жазылып кетіңіздер. Менде тамағым сәл ауырып тұр. Бүгін біз кішкене ASMR-ден демаламыз, себебі осы ASMR бағытында өте көп негативный комментариялар көбейіп кетті. Өтініш, егер ASMR түсінбесеңіз, қарамаңыз, болды. Неге сыбырлап сөйлесін, ондай жазудың қажеті жоқ, себебі ASMR ол өзі сондай видео. Егер мүмкін сізге бұдан да қызық болып тұрса, YouTube-ға жазыңыз, ASMR соның видеоларын қарап өзіңізге қорытынды жасаңыз. Енді бүгін бізде было или не было, яғни болды, болмады деген видео. Негізі мен алдында Инстаграмда шығарғанмын, жауап берем, жазыңыздар деп, бірақ өте көп уақыт түсіре алмадым. Мен қазір оқып отырамын, сонымен сіздерге жауап берем. Бастайық. Біріншісі, маман ұрысқанда барып үй жинаған өте көп болған, яғни было, себебі мен кейде бір өзім еріншектің ұстап қалама, вообще жинағым келмейді, или үйді жинап бастасам обедке дейін созып жүрем да, содан мама ұрсады, содан кейін ғана барып кішкене қозғалам. Одан кейін бізде үлкен сыныптың алдында позор болған. Мектепте мен ондай болмаған, үлкен класстардың алдында позор болған, бірақ бір жағдай болған. То есть біз бәріміз бір мәдениет үйінде бір жиналыс па, бір нәрсе болған. Сол кезде мен дене киім салған пакетім жыртылып қалып, ішіне киімдердің бәрі түсіп қалған. Енді біртүрлі не болған, сезім болған, бір ұялып. Лучшая подругамен ұрысу, негізі біз өйтіп қатты ұрыспаймыз, просто 5-10 минутқа ұрысып қаламыз да. Бірақ бір жағдай болған, біз бір 3 апта, 4 апта сөйлеспей жүрдік. Ол өз көріп отырса түсінеді. Бір нәрсеге қатты өйтіп қатты өкінгенім болмаған. Бір зат сатып алып, ұнамай қалған. Болған. Бұрын жасым сәл кішірек кезде өте бір керек емес нәрселер сатып алатынмын да, ақшам бәрін соны құртып. Ал қазір жақсылап ойланам, бұл маған керек па, керек емес па деп. Сені сатып кеткен кез, өте көп болған демеймін, бірақ болған бір-екі жағдай. Болған. ютубты тастап кеткім келген кез. Жоқ, мен ютубты ешқашан тастап кеткім келген кез болмаған. Тіпті андай негативный сообщениялар көбейіп кетсе де болмаған. Арасында сәл демалам, бірақ тастап кетпеген. Видео түсіріп алып салмай кеткен кез 3 рет болған. Комплексы, әр адамда негізі комплекс болады деп ойлаймын. Менде де болған. Қазір 1-2 ғана шығар, ондай көп емес. Класстағылармен ұрысу өте көп болған. Негізі мен жалғыз өзім етіп ұрыспаған, просто біз бөлініп алып, қыздар арасында, қыздар ұлдар болып бөлініп алып ұрысқан кездеріміз болған. Бағасын жылаған кез болған, әрине. Мектепке бармау үшін өтірік ауырып қалу. Сәл осы 5-6 класс кезде болған шығар, қазір ондай жоқ, даже ондай қаламаймын да. Ақша жоғалтқан кез. Бір майда тиындар, бір 2-3 теңге, 100 теңге жоғалтқан кезім болған, ал бұлай по-крупному жоғалтпағам. Бірақ менен по-крупному ұрлап кеткен кез болған. Өзімді коронавируспен деп ойлаған. Болды. Енді осы коронавирус енді көбейіп жатқан кезде біздің көршімізден шықтым. Сол кезде мен тура сол кезде ауырған, қатты сол кезде ойладым. Басымды керосинмен жуған кез. Ужасно. Мен өзімнің қалауымнан тыс басымды керосинмен жуғызған. 2 алған кез. Где-то 3 класста ма? Әшейін апки жоқ, сабақ басталып кеткен. Біз бәріміз, кішкентай класс болу, кабинетте жүгіріп емес, просто ойнап жүрдік, апки кеп қалды, тұрғандардың бәріне 2 деп бастауышта апкем болған.
болды. Міне, рахмет, барлық сұрақтарға жауап бердім. Осы видеоны көріп тамашалағаныңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.